Бәріне сәлем. Мен АБК студия Эмма. Мен бүгін сіздерге жиі қойылатын сұрақтарға жауап беремін. Бір сұрақты 20-30 адам қояды, сондықтан барлықтарыңызға видео арқылы жауап беруді жөн көрдім. Болашақта тағы да осындай сұрақтар туындаған кезде осы видеоны қарап жауап ала алатындай. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдыруларыңызға болады. Сосын менің тобымда статистика бойынша 80% адам жазылмай қарайды екен арнамды. Сондықтан да арнама жазылып кетіңіздер. Міне осылай. Ал енді жауапты бастаймыз. Кеттік. Менің құпия романым 8-ші бөлім қайда? Құпия романым 8-ден қалған бөлімдерді қайдан алса болады? Менің құпия романым дорамасы ВКонтакте тобымызда толық аударылған. Бұл біздің ең алғашқы аударған дорамаларымыздың бірі. Одан кейінгі дорамаларымыздың барлығын YouTube құлтап жатыр. Сондықтан ешқандай дорамаларды практически мүлде сала алмай жатырмыз. Сондықтан оны ВК арнамыздан қарасаңыздар болады. ВК арнамыз кез келген видеоның астында сілтемеде тұр. ВК қатады ғой, менде ВК жоқ. ВК жоқ болса тартып алыңыздар. Play Marketте барлық жерде ВК-ның приложениесі бар. Менің құпия романымның негізі бар жоғы 13 қана бөлім. 14, 15, 16 бөлім деп сұрамаңыздар. Ол 13 қана бөлім. Өзі Кореяда солай 13 бөлім болған. Біз барын аударып қойғанбыз. Ол біздің ең алғашқы аударған дорамалардың бірі. Сондықтан оны қатты сынамаңыздар. Ол дорамада қателіктер өте көп. Мен ол қателіктердің біразын түзедім. Әлі де түзеп келе жатырмын. Әрине мен ешқандай профессионалды түрде дыбыстаушы емеспін. Тек хобби түрінде ғана айналысам. Сұрақтарыңызға толыққанды жауап бердім деген ойдамын. Келесі сұрақ. Жаңа дорамаларды шығарыңызшы, қазақша болса да, Алла разы болсын. Жаңа дорамалар бізде шығарылып жатыр, бірақ бізде әуесқой дыбыстама болғандықтан тез салып отыра алмаймыз. Қазір бізде аударылып жатқан жаңа дорамалардың бірі Патша мәңгілік монарх деген дорама. Ары қарай да шығаратын боламыз. Жаңа дорамалардың барлығын белгілі, YouTube барлығын құлтайды. Сондықтан да ВК-дан қараңыздар. Келесі сұрақ. 5-ші бөлім жоқ екен. Жалпы сүйкімді болып келеді екен кәріс қыздарының көбісі. Талғат айтады. 1000 жылдық махаббат дорамасындағы 5-ші бөлім шығар. Оның 1000 жылдық махаббат 5-ші бөлім біз салғанбыз. Оны YouTube құлтады. Оны да ВК-мыздан қарайсыздар. 5-ші бөлімді әлде басқа топтарда салып жатады біздің дорамаларды YouTube-та. Солардікінен өтіп қарап көрулеріңізге болады. Келесі сұрақ. Тағы да басқаларын аударыңызшы. Біз басқаларын да аударып жатырмыз. ТВ-шоу болмасын, дорамалар болмасын. Күшті осылай көп аударыңыздаршы, тағы да шығарыңыздаршы дедім. Көп рахмет. Біздің аудармаларымызды қарап жүргеніңізге, осылай дамып жатқанымыздың барлығы тек сіздердің арқаларыңызда. Біздің арнамызға тіркеліп, бізге комментарий жазып, лайк басып отырсаңыздар, біз әрқашанда белсенді, бұдан әрі де жақсы жұмыс істеуге тырысамыз. Сізге лайк басқаныңыз үшін, арнамызға тіркелгеніңіз үшін ешкім ақша сұрамайды. Сондықтан барлығы тегін, аямай бізді қолдап кетіңіздер. Сонда бізде бәрін жиі шығаруға тырысамыз. Аю қатысқан дорамалардың қазақшасын YouTube-қа салыңызшы. Бұл Делуна қонақ үйі шығар. Бізде Аю қатысқан дорама Делуна қонақ үйі. Ол дораманы біз толықтай дыбыстап аяқтадық. Бастап бермен бірге Аян деген сонымен бірге дыбыстағанбыз. Және арасында Эрик қосылған тұғын. Оны біз YouTube-қа салуға тырыстық. Мен рамкада қойдым. Фильтрінді өзгертіп көрдім. Бәрбір YouTube құлтайды. Тіпті кішкене отрывоктарды да сала алмадым. Делуна қонақ үйі мен менің құпия романымның қалған бөлімдерін салуымның арқасында лицензия жоқ дорамаларды салғаным үшін. Соның арқасында менің каналымды жауып тастауға аз қалды. Енді мен ондай дорамаларды салуға тырыспаймын. Себебі оның кесірінен менің каналымның жауып қалғанын қаламаймын. Міне мына суреттерде көрініп тұр, что менің почтама YouTube-тан әрқашанда хабарлама келіп отырады. Көріп тұрғандарыңызда менің құпия романымның 9-ші бөліміне келіп тұрған хабарлама. Ол хабарламада біз видеоны жабамыз. Ол сіздің авторлық құқықты бұзғаныңыз үшін бұл видеоны жабамыз деп жазылып тұр. Бұл нәрселерге түсіністікпен қараңыздар. Делуна қонақ үйі дорамасын
біз сала алмаймыз. Біз ешқандай дорамаларды, егер де салынатын дорама болса, біз салуға тырысамыз. Түн жарымдағы ару дорамасын шығарыңызшы дейді. Біз соңғы шығып жатқан дорамаларды ғана саламыз. Түн жарымдағы ару деген ойлап қарасам, бұл дораманы телеарна аударған. Біз телеарналар аударған дорамаларды қайтарып дыбыстамаймыз, қайтарып салмаймыз. Біз тек өзіміздің қолмен жасаған дүниелерімізді ғана саламыз. Телеарналардың дыбыстаған дорамаларын салатын арналар өте көп. Оларды оңай іздеп табуға болады. Ура, осылай шығара беріңіздер. Біздің көңілден шықты, өсіп, ақырындап дорамаларды аудара беріңіздер дейді. Назира, сізге алғысым шексіз, бізді көріп жүргеніңізге. Сіздердің осындай сөздеріңіздің арқасында біздер әрқашанда күш аламыз. Көп рахмет қолдауларыңыз үшін. Әрине сіздер үшін ғана істеп жатырмыз бұның барлығын. Сіздер болмасаңыздар, бұларды көретін адам да болмаушы еді. Бар болғандарыңызға көп рахмет. Сіздің жұмыстарыңыз маған қатты ұнады. BTS туралы көп шығарыңыздар дейді. BTS туралы көбірек шығаруға әрине тырысамыз, бірақ бізде шоулар ақылы түрде болды. ВК-да бізде шоулар ақылы түрде. Өйткені шоуларды көбісін құлтап тастайды. Өйткені шоулардың көпшілігін ВК-да құлтап тастайды, сондықтан оның көпшілігін YouTube-ға салуға тырысамыз. YouTube-да да негіз құлтайды, но көпшілігін құлтамайды. Шахизада Әшірбай. Әрине шығаруға тырысамын. Өтініш, Blackpink'тің 3-4 бөлімін шығарыңызшы. Өтініш дейді. Әсем Айтұрсынбай. Так, мен сізге айтарым. Blackpink'тің 3-4, сіз Blackpink House'ды айтып тұрған боларсыз. Blackpink House'дың 1-2 бөлімдерін, 3 бөлімінде салғанбыз. Олардың барлығы YouTube-та бар. Blackpink'тің плейлистіне өтіп қарасаңыз болады. Сол жерде бар. Егерде ол ашылмаса, демек, ол сіздің ауданыңызда көруге рұқсат етілмеген. Оны бір-екі жерлерде көруге рұқсат етпеді. Оны жартылай құлтады деген сөз. Сондықтан оны ВК-дан өтіп қараңыз. Бізде ВК-да альбомдарда міне осылай өтіп Blackpink'терді қарауға болады. Blackpink'тің 3-4, 5 бөліміне дейін 5 бөлімінің жартысына дейін дыбысталған. Ол бізде ақылы жоба негізі. Бізге жартылай аздап ақша төлегендерге бөліп дыбыстап жатырмыз. Оны ВК-дан қарауға болады. ВК-да құлтамайды. 2-ші, 3-ші, 4-ші бөлімдері бар ма? Маған қатты ұнады дейді. Бұны да көп сұрақтар қояды. Blackpink'тің 5 бөлімін көрген адамдар қояды бұл сұрақты. Толығырақ ВК-да 5 бөлімі бар. Соны ВК-дан қарасаңыздар, толығы 5 бөлімі де сол жерде бар. Міне сұрақтардың барлығы осылай болды. Мені соңына дейін тыңдап қарағаныңызға көп рахмет. Соңына дейін қараған болсаңыз, астына гүлдің әлде жүректің смайлигін қойып кетіңіз астына. Мен біліп отырайын, кімнің соңына дейін қарағандығын. Лайк басып, арнамызға тіркеліңіз. Сіздермен болған АБК Студия Эмма. Сау болыңыз.